қоғамға кірген әлеуметтік желілерді пайдаланбайсыз? Жалпы қоғам қаншалықты зардап шегеді бұдан? Бұның зардабын біз басын қазір көріп жатырмыз. Қаншалықты арашалауымыз керек халықты? Маған салса мүлдем жолатпайтын еді. Адам баласына қажет емес, менің бәленбай тыңдарманым бар, менің бәленбай досым бар, мені бәленбай адам оқиды екен деген бір соған ұмтылуға бір қайдағы жоқ. Ешқандай мәні мағынасы жоқ, бір жаққа адамдар жетелеп жатыр. Соған жету үшін адамдар не істейді? Жалаңаштанады, шешінеді, бір өліп жатса түсіреді. Сонан кейін барады да, індет міне қоғам бұзылды деген осы. Біз біреу құлап жатса барып қол берудің орнына телефонға түсіреді. Себебі оның мақсаты не? Ана адамдар көріп, не ғұрлым жағы, неме лайк неме сондай басса болды ғой. Ана адам өліп жатыр ау. Желіде отырасың ба? Онда тыңда. Қызғанбайтын болдық ау қатынды да. Ғаламторда тілдесіп жатыр мұнда. Қандай дос, ол кіммен сөйлесті деп салынбаймыз. Саруайым қайғы мұңға. Өйткені рас, өзіңде желедесің. Еркелермен есіріп ерігесің. Бойдақпын деп, жар іздеп жүргендей бір, болса дейсің жас қыздан көңілдесің. Қатыным, сезбесін деп үндемейсің. Қайдан келдің, кімменнен деп термемейсің. Өз күнәңді жарыңнан жасырам деп, жұбайыңды тексеріп үлгермейсің. Әлеуметтік желілер көбеюде, күннен күнге сантыры көркеюде. Жалаңаштық жаһандық жаулап алып, жас ұрпақтың санасын игеруде. Жан досыңның жарына көз саласың. Неткен сұлу, көркемдеп тамсанасың. Құдай қосқан қосағың ұмыт болар, өзге жанның құшағын аңсағасын. Тәрбие, тәлім алып өзге елден, ауруға да шалдықтық, лезде келген. Баламыз ғаламторда не көреді деп, қарамаймыз, қорғаштап ерсі елден. Көкейде бір сұрақ бар, жауабы жоқ. Көбеюде ерлерім сауабы жоқ. Сауына кезген серлер кесірінен, жетімдердің көз жаса жауады көп. Жараса ма, айтуға жігіт десек, аңдығаны өсекпен болса төсек. Бір ананың өмірдей жас шыбығын алда барбап, көндірсе кеуде төсеп. Ей, пенде, құмарлықты қоймадың ба? Сауыққа сайран салар тоймадың ба? Жас қыздың ар намысын қорлағанда, анаңды, қарындасты ойладың ба? О жаратқан Тәңірім, Раббым Алла, тәнімді мүгедек қыл, бәрін жалма. Тек қана басымды иіп өтінерім, жүректен иманымды суырып алма.